Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге өзімнің авторлық бағдарламам туралы қысқаша айтып өткім келеді. Бағдарламамның тақырыбы бастауыш орыс сыныптағы қазақ тілі пәнін оқытуда ұлттық құндылықтарды пайдалану арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Мақсатым қазақ тілін үйретуде ұлттық құндылықтарды кіріктіру арқылы баланың тілге деген сүйіспеншілігін ояту. Ұлттық ойындар, мақал-мәтелдер, салт-дәстүрлер оқушының таным көкжиегін кеңейтеді. Бұл тәсіл оқыту процесін қызықты әрі мазмұнды етеді. Сабақ барысында балалар қазақ мәдениетімен жақынырақ танысып, тілге деген қызығушылықтары артады. Бағдарлама тәжірибеде өз тиімділігін көрсетті. Оқушылардың белсенділігі мен үлгерімі жоғарылады. Келешекте бұл бағыттағы жұмысымды жалғастырып, тәжірибеммен бөлісуді көздеп отырмын. Абайдың ауылына Дулат ақын келді. Абай зере әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Дулат ақын Абайға бата берді. Абай өскенде ұлы ақын болды. Абай дара тұлға. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Әнұран айтамыз. 1, 2. Алдыбын аспаны, алдыдың даласы, едіген дастаны, едіген қарышы, ездеген далтымыз шықты ой, дамызын бермеген қазағым мықты ой. Менің ерім, бойым болып, елдімін, жолым болып, төгілер менің туған жерім менің Қазақстаным. Мен күштімін, мен ақылдымын, мен сұлумын, мен кереметмін, мен данышпанмын, мен сені жақсы көремін. Мен бүгін қазақша сөйлеймін, қазақ тілі мемлекеттік тіл. Шапалақ. Жел соғады бетіме, ағаштай шайқайды. Жел, үйден шық, оң қолында 5 саусақ, сол қолында 5 саусақ. Алғанын ашамыз, 5-ті қосамыз. Болып шықты 10 саусақ, санаймыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Енді балалар, біз мәтін бойынша сұраққа жауап береміз. Бізде 3 топ. Бірінші топ Дулат ақын. Екінші топ Абай бала. Үшінші топ Зере әже. Енді балалар, біз сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрақ. Абайдың үйіне кім келді? Кім жауап береді? Қай топ? Так. Абай бала тобы. Амира? Абайдың үйіне Дулат ақын келді. Өте жақсы, керемет. Екінші сұрақ. Қонақтың аты кім? Кім жауап береді? Так. Асия? Зере әже тобы. Өте жақсы, керемет, тамаша, жарайсың. Үшінші сұрақ. Абайға кім бата берді? Так, Дулат ақын тобы.
София? Дулат ақын абайға бата берді. Керемет, өте жақсы. Келесі сұрақ. Қонақ не істеді? Зере әже тобы. Полина? Қонақ бата берді. Өте жақсы. Бесінші сұрақ. Абайдың әжесі қандай адам? Так, Абай, бала тобы. Шыңғыс? Абайдың әжесі ақылды, мейірімді адам болды. Өте жақсы. Өте жақсы. Алтыншы сұрақ. Абай өскенде кім болды? Дулат ақын тобы. Ерлан? Абай өскенде ақын тұлға болды. Өте жақсы. Жарайсың, Ерлан. Төртінші тапсырма, балалар. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып айту керек. Бірінші сөйлем. Төртінші тапсырмаға қараймыз. Абайдың аулына Дулат. Ақын. Қолдарын көтереміз. Қай топ? Зере әже? Лейла? Ақын келеді. Жақсы. Келесі сөйлем. Абай Зере. Зере кім бізде? Әжесі. Ася? Абай зерелесінен Дулат ақын туралы сұрады. Өте жақсы. Келесі сөйлем. Үшінші. Дулат ақын. Шыңғыс? Дулат ақын Абайға бата берді. Бата берді. Өте жақсы. Төртінші сөйлем. Абай өскенде. Ерлан? Абай өскенде ұлы ақын болды. Өте жақсы. Абай дара. Полина. Абай дара тұлға. Абай дара тұлға. Өте жақсы. Керемет жауап. Жарайсыңдар. Бала Абайға кім бата берді? Амира. Бала Абайға Дулат ақын бата берді. Так, жақсы. Ерлан бізде Дулат ақын, я? Кәніке бата берш бізге, Ерлан. Шырағым ел жетер, саған не етесің, ашқап шырқап кетесің, шыңдысам шыңға жетесің. Аумин. Аумин. Абай ағын тобықты ұлынан 1845 жылы Шыңғыс тауында туды. Абайдың шын аты Ибрахим. 10 жастан 12 жасқа дейін ауылда мұсылманша оқып, сауатын ашып қана қоймай, білімін кеңте береді. 13 жасқа шығарда Семейде молда Ризаның медресесінде оқиды. Медреседе оқып жүріп, Приходский школынан орысша оқып, 14 жасында сабақтан шығады. 15 жасында балалықты былай қойып, үлкендер қатарында жұмыс атқаруға кіріседі. Өз тұсында ақылды, саналы, зерделі, шешен, көсем жігіт болып елі білгіне араласады. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. Әжетай! Ау қонақ қозым тоқшатайым. Біздің ауылға Дулат ақын келді. Ол кім? Ол ақын, жыраушы, өлеңдері ел ішінде көп таралған. Ассалаумағалейкум. Алейкум сәлем. Келіңіздер едіңіз. Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы. Бала Абай ақылды, зерделі көсем екен. Мен оған бата беремін. Шырағым, ер жетерсің. Ер жетсең, саған не етерсің.
алыстап шырқап кетесің, шындасам шынға жетесің, ал мен